Сәрсен Аманжолов. Н әрпіне құйрық жалғап, ың әрпін таңбалауды ұсынған ғалым Сәрсен Аманжолов. Ол қазақ тіл білімінің негізін қалаушылардың бірі, профессор, белгілі түркітанушы, бүкіл өмірін ғылым мен педагогикаға арнаған ардақты азамат. Сәрсен Аманжолов латын әліпбиінен кирилл әліпбиіне көшу кезінде қыруар еңбек етті. Біздің қазіргі қолданыстағы қазақ алфавитінің және қазақ емлесінің негізгі қағидалары 1940 жылы Қарашада Қазақ КСР жоғарғы кеңесінің 5-ші сессиясында осы ғалым әзірлеген жобаның нұсқасы негізінде қабылданды. Осы жобаның ескерту ережесінде я дауыссыз дыбыстан кейін келсе, қандай сөз болса да әмен берілетіні көрсетілген. Мысалы, трансляция, инфляция. Жаңа әліпбиде 41 әріп болды. Бұл алфавитте барлық орыс әрпі сақталды. Оңтүстік диалектінің негізгі фонетикалық ерекшеліктері с мен ш алмасуы. Масақ, мышық, есек, ешек, масқара, машқара түрінде қолдануына ғалым анықтама береді. Атақты жазушы Қалтай Мұхамеджанов мен Сәрсен Аманжоловты Ахмет Байтұрсынұлы мен Құдайберген Жұбановтан кейінгі тіл білімінде көп жұмыс жасаған нағыз ғалым ретінде білемін деп жазады. Сәрсен Аманжолов қазақ тілі диалектологиясының негізін қалаушы, әрі дамытушы. Ғалымның көп жылдық зерттеулері қорытындыланып, 1959 жылы диалектология және қазақ тілі тарихының мәселелері атты монографиясы шықты. Ол қазақ тілі мен тарихына қатысты көптеген оқулық жазған, қазақ жазуын реформалау жобасының авторы, 500 парақ көлемінде 200-ден астам ғылыми еңбек әзірлеген. Ғалымның 120-ға жуық жұмысы жарияланған. Сәрсен Аманжолов түркі, қырғыз, қарақалпақ, татар, башқұрт, өзбек, алтай, чуваш, якут және басқа тілдерде еркін сөйлейтін. Араб және парсы тілдерін жетік меңгерген, орыс тілін ауызша, жазбаша да білген. Сәрсен Аманжоловтың қазақ тілі ғылымындағы тұрақты айналысқан мәселелерінің бірі – терминология. 1934 жылы терминология туралы мақала жазған кезден бастап, ақтық демі шыққанша қазақ тілінің терминологиясын тынымсыз зерттеп, зерделеумен болды.